1996 жылы Шымкент қаласында жүрек тебірентерлік ерекше бір қызықты іс-шара өтті. Қаладағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы 64-ші мектепке алаш ардақтысы, қоғам қайраткері, 8 қырлы бір сырлы дарын иесі Жүсіпбек Аймауытовтан қалған көз, асылдың сынығы, тұлпардың тұяғы Бектұр Жүсіпбекұлы келді. Кешті қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазықызы жүргізді. Кеш 1931 жылы халық жауы деген жаламен атылған Жүсіпбек Аймауытовты және Шәкәрім Қажыны еске түсірумен басталды. Жүсіпбек Аймауытов 1926-29 жылдары Шымкентте тұрып, педагогикалық техникумның директоры қызметін атқарған. Бектұр қария орта бойлы қағылез кісі екен. Сөз кезегі Бектұр атаға берілді. Мен 1916 жылы туылғанмын. Жасым 80-ге толды, деп бастады әңгімесін ақсақал. Әкем Жүсіпбекпен бірге 1926-29 жылдары осы Шымкент қаласында Бақагөлдің жағасында тұрдық. Ол жерді қазір озера деп атайды екен. Суына шомылатын едік. Қошқар атаның суынан балық аулайтынбыз. Үкімет көңіл бөлетін. Өте таза еді. Қазір Қошқар ата ластанып кетіпті. Бұл ұят қой, деді Бектұр ата. Кеш өте әсерлі өтті. Кеш біткен соң Бектұр қарияны Оразкүл апай үйіне апарып қонақ етті. Мен осы құрметке лайықпын ба? Сіздер менің әкем Жүсіпбек Аймауытовты сыйлап отырсыздар. Мен жай ғана адаммын. Ресейдің Кемерово облысы Пряков қаласында тұрамын. Әкемнің ақталғанын 1994 жылы Нарбек Оханов деген кісіден естідім. Әкем орта бойлы, қою қара шашты, мұртты жігіт болатын. Ол кезде жасы 40-тан асқан, күлгенде жүзі нұрланып кететін, мөлдір жанарынан мейірім шуағы төгіліп тұратын сұлу жігіт еді. Бақагөлге шомылатын. Әкемді 1930 жылы Қызылорда қаласында тұтқындап, Мәскеуге алып кетті. Мен Қазақстаннан қашып, жан сауғаладым. Әкемнің бір таныс сұлу келіншегі бар еді. Әкем ұсталған соң, Башқұртстандағы Туймазин ауданына баруыма сол әдемі келіншек Фарида Кушимова көмектесті. Мен әкеңді қатты сыйлаймын. Мүмкін ақталатын шығар. Қазақстаннан кетуің керек. Әкеңнің дұшпандары өте көп екен. Бәрі ақын жазушылар. Қазір жамандап жазып жатыр. Олар сені халық жауының баласы деп қаматады, деді Фарида. Шошып кеттім. Менде нелері бар, дедім. Әкеңді Алашорданың мүшесі деп ұстатып отыр. Ол кісінің Ақбілек романынан артық кітап жоқ. Аналар әкеңнің талантын қызғанады. Өздері жаза алмайды, деді Фарида. Фаридадан басқа ешқандай жанашырым қалмады. Мен еш нәрсе түсінбедім. Сымбатты сұлу Фарида әкемді сағынып жылады. Өзі башқұрт қызы болатын. Екеуміз Башқұртстанға жолға шықтық. Фарида әкемнің кітаптарын, суреттерін өзімен бірге алып жүрді. Ал туған анамның аты Вера, орыс қызы болатын. Әкем онымен ажырасып кетті. Бағила деген қазақ қызына үйленгенімен көп тұра алмады да, кейінірек Евгения Кирилловна деген орыс қызына үйленді. Ал жаны қиналған әкем 1930 жылы мені Фаридаға табыс етті. Әкеме шын жаны ашитын осы башқұрт қызы Фарида ғана сияқты. Мен ол кезде жас едім, деп Бектұр ата өткенін есіне алып отырды. Иә, ол кезде Бектұр ата 14 жасар бала еді. Жазушы Серік Жанәбіл Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған Жүсіпбек Аймауытов туралы жазылған Жаралы жүрек деген әңгімесін сыйға тартты. Ақсақал қатты қуанды. Оразкүл ханымның жолдасы Жора ағамыз домбыра тартып ән салды. Қараторғайды айтшы, әкем осы әнді салатын, деді Бекең. Жора шырқап қоя берді. Бектұр ата әуенге ыңылдап ілесіп отырды. Сағыныш. Әжім торлаған жүзі жылы шырайға толды. Қош жанарына жас толды. Бізге қарап күлімсіреді. Сіздер менің бауырымсыңдар. Мен сіздерді сағынып келдім, деп Бектұр қария
Татар башқұрт тілінде тұтығып сөйледі. Қазақша көп сөздерді дұрыс айта алмайды. Тілі күрмеле береді. Орыс тілінде еркін көсіледі. Татар тілінде жырлап қояды. Башқұрт тілі ана тілі болғанға ұқсайды. Үш тілде еркін көсіледі. Қазақ тіліне келгенде тұтығып терлеп кетеді. Осылайша Бектұр қарияның ауыр тағдыры қасындағылардың көзіне жас алғызды. Қазақстандағы әкемнің бәсекелес достары менің соңымнан қалмай ақыры дегендеріне жетті. Мені 1937 жылы 29 желтоқсанда контрреволюционер деп 21 жасымда 10 жылға соттады. Кінәм Аймауытовтың баласы болғаным. Менің не жазғым бар, дедім түрме бастығына. Әкең халық жауы, сендер есепте тұрасыңдар. Ақылды адамның ұрпақтары ақылды болады. Сол үшін сендерді осындай жағдаймен тәрбиелейміз. Біз кедей мен жұмысшының ұрпақтарын тәрбиелеп, ел басқартамыз. Ал сендерге жол жоқ, деді ол. 1947 жылы 29 желтоқсанда түрмеден босап шықтым. Әкемді сағынып, түрменің босағасында отырып жыладым. Жасым 31-де. Башқұрт тілін жетік білемін. Татарша еркін сөйлеймін. Ақыры Татарстанның Агрыз қаласында тұрдым. Қазақстанға баруға қорықтым, деді қария. Оразгүл ханым мен Жора және Серік ағалар қарияға қаланы аралатты. Жүсіпбек Аймауытов атындағы көшені таныстырды. Баяғыда өздері тұрған үйге алып барды. Мұнау әкемнің бөлмесі, мұнау менің бөлмем, мұнау қарындасым Жайнақтың бөлмесі еді деп, ескі үйді таныстыра жөнелді қария. Балалық шағы қайтадан есіне түсіп, біздің не жазығымыз бар еді деп, қамығып қалды ақсақал. Одан кейін қасірет деп аталған, жалған жала жабылып, арыстарымыз атылып кеткен қасиетті жерді көрсетті. Сол жерде Шымкент келбеті газетінің бас редакторы Жұмамұрат Тұяқбаевпен жолығысып қалады. Жүсіпбек ағамыздың ұрпағы екенсіз, қазақ деп әкеңіз ұран салған еді, туған жерге оралуыңызбен, деп Жұмекең Бектұр атаны құшақтады. Қанша қатал көрінгенмен, Жұмамұрат аға да көңілі босап, көзіне жас алды. Қоштасар сәтте жетті. Бекең айналасына қимастықпен қарады. Өз елінде өгейдің күнін кешті. Өз елі өзегінен тепті. Өзге елдегі өз үйіне кетіп барады. Туған елін қимай кетіп барады. Туған жеріне сыймай кетіп барады. Одан бері 30 жыл өтіпті. Бектұр қарияның соңғы өмірінен қазақ халқы бейхабар.